Шолақ жігіттің әңгімесі. Мен Бағдат қаласының мырзаларының бірі едім. Жасырақ кезімде жиһанкез сәудегерлерден Мысырдың даңқын көп естігем. Олар кісі таңырқарлық етіп дәріптеуші еді. Мысырды көру маған жеңсік астай болды. Әкем өлген соң түрлі қымбат маталар алып сапарға шықтым. Алдымен Мосул қаласына келіп, сонда біраз дүниелерімді сатып, қалғанын алып осы қалаға келгем. Жігіт сөзін осы араға тіреп, көзіне жасын іркіп алды. Тыңла ерім, қадірлі дос, айтам дүние қайғысын. Бұл замана адамзатқа жаралғандай қайғы үшін. Мен қайғысыз бір жан едім, жаннат еді жайларым. Жағдай сүйреп отқа салды, қазан болып қайнадым. Бұл замана улы жылан сормады мағанымды. Жарды жүрек, езді бауыр, қойды сүлде жанымды. Мен осы қалаға келдім де, Саруардың керуен сарайына түстім. Әкелген жүктерімді жайғастырып, ас ішіп ұйықтадым. Оянған соң біраз маталарымды қызметшімнің біреуіне көтертіп базарға апардым. Пырғауынның ордасының іші қайнап жатқан базар екен. Делдалдар қасапшының итіндей жалаңдап алдымнан шықты. Қапқа тыққан маталарды шығарып айқайды салды. Алушылардың қолдары судан шыққан қалың сүйріктей шошайысып, бірін-бірі басты. Делдалдың бастығы ентелей басып маған жақындады да, балам деді. Бұл маталарың базарға сатып құнды болмайды. Мұны сенімді кепіл алып, сәудегерлерге өткіз. Олар сатып, саған ақшасын дүйсенбі, сейсенбі күндері беріп тұратын болсын. Өзің Ніл дариясының жағасына барып сейіл жаса. Өзің сияқты жасөспірім мырзалардың жүретін жері сол деді. Мен сол ақылды алдым да, матаны сарайға келіп, сәудегерлерге тараттым. Өзім босап, қойдың сан етінен шашлық жасатып, шарап ішіп, сейілде жүре бердім. Сәудегерлерден ақша алатын күннің бірі еді. Кепілге алған сәудегердің дүкеніне барып ақша алдым да, үйіме келіп шашлық жеп, шарап іштім. Қарыздар сәудегердің бірінің дүкеніне барып, оны мұнына әңгіме етіп, уақыт өткізу үшін қайта отырдым. Ол сәудегердің аты Бәдреддин болатын. Ол мені құрметтеп, жанына отырғызып, тәтті әңгімеге кірістік. Ұзамай бір әйел келіп дүкеніне кірді. Ол менің қасыма жанаса отырды. Бұрқыраған әтірінің иісі қаланы түгел басқандай еді. Сыбызғыдай сыңқылдаған жіңішке даусын шығарып, Бәдреддинмен сөйлесе бастады. Оның пердешіндегі бетін көрмесем де, даусын естіп, бойым шымырлап, ыстық қан қайнап, жүрегім аттай тулады. Қысқасы ғашық болдым. Сізде жібек маталарынан бар ма, деді ол Бәдреддинге. Өзі шет қалаларда тоқылған, қала ішіне жаңалық болатындай қымбат бағалы әдемі мата болсын. Бар, деді Бәдреддин. Мен әкелген жібек маталар мен бір жібек орамалды алдына қойды. Ол аударып көрді де, мұны мен алайын, бірақ қазір қалтамда ақша жоқ еді, үйден беріп жіберсем деді. Жоқ, болмайды, маған ақшасы нақты керек. Мына отырған мырзаға бересім бар. Несие сату деген менде болмайды. Тіпті әкем де сатып көрмеген, деді Бәдреддин. Сізге мен құнынан әлденеше есе алтын артық берейін. Тек үйге барып жіберуге шыдаңыз, деді. Маған үйіңізге барып беретін артығыңыздан осында берген өз құны әбзел, деді қатаң түспен Бәдреддин. Әйелге ашу кірді. Сәудегер халқы, деді даусы шығыңқырап. Баға жетпес адамның қандай басы болса да, қолына ұстаған дөңгелек мысына теңемейді. Өзі де құнсыз, өзгенің де құнын түсіріп болды, деп тұрып кетуге айналды. Жанымды жай тапқызып, ыстық лебі келіп тұрған отым өше қалғандай болды. Ол кетсе, менің жаным соның қалтасында кететіндей бола қалды. Сіз сабыр етіңізші, дедім сасыңқырап қалып. Мойнын иығына қайырып салған қыздай әйел бетін бұрды да, мен тек сіз үшін қайырылдым, деді назданған дауыспен. Сенің осы маталарың мен орамалыңның құны қанша тұрады, дедім Бәдреддинге. 1100 алтын. Сол соманы менің есебіме жаз, дедім. Өзіңіз жазып бере қойыңыз, деді бір жапырақ қағаз бен қауырсын қаламын ұсынып. Қағазды жазып бердім де, мата мен орамалды әйелге ұсынып, мұны менен тек басып келген қадамыңыз үшін тарту деп алыңыз, дедім. Рахмет, деді ол,
жіңішке созылып шыққан даусы жүйемді босатып: «Сіздей мырзаға менің қолымда бар мүлкім несіп болсын, ғұмырлы болыңыз» деп шығуға айналды. Әйелдің беті бұрылғанда менің тыйышым кете бастады. Бірақ дүкен ішінде бітетін сауда ма махаббат мәселесі? «Сіз кетіп барасыз» дедім, жібек орамал желбіретіп, қолына ұстатып тұрып. «Қандай жан екеніңізді бетіңізде тұрған перде шіркеу болып көрсетпей қалғаныма» дедім. Ол пердесін көтерді де, толған айдай толықсып тұрған жүзін көрсетіп, тұнжыраған қарақат көзін маған қадады. Ол көз жүрегіме қосарланып тиген оқтай болды. Аспанның айын алып, пердемен жауып қойғандай бір сұлу қыз екен. Пердесін қайта түсірді де шығып кете берді. Ішіме ыстық су құйғандай бойым дел-сал болып мен қалдым. Дүкенде түн болғанша отырдым. Кетер кезде Бәдретдиннен әйелдің кім екенін сұрадым. «Ол әйел», деді Бәдретдин, «есепсіз малы бар бір әмірдің қызы еді. Әкесі өлді де, барлық мал осының қолында қалды. Таусылмайтын көп дүниенің қожасы. Енді жүргені сол». Мен үйіме келдім де, ертеңіне жақсы киініп, бір шөлмек шарап іштім. Барып Бәдретдиннің дүкеніне тағы отырдым. Біраздан кейін қыз келді. Қасында ерте келген бір қызы тағы бар. Ол мені көрді де: «Сіз бүгін қасыма бір кісі қосыңыз, орамалыңыздың құнын беріп жіберейін» деді. «Ол не дегеніңіз? Арамызға дәнекердей болама деген жалғыз орамалдың пұлын алып, жүзіңізді қайтып көре алмай қалғаным ба?» дедім. Ол менің жүрегімді әбден сезді. Пердесін көтерді де, жүр дегендей ишарат қылды. Мен қуанып еріп жүре бердім. Бір сарайға кірді де, алдымнан бір қыз шығарды. «Сізді қожайыным кірсін деп жатыр» деді. Мен таң қалдым. Бұл шәһәрде танысым жоқ еді. «Кім шақырады?» дедім, жай тұрған кісі сияқтанып. «Сіз қалай танысым жоқ дейсіз? Дүкенде орамал берген қыз сізге таныс емес пе?» деді. Мен қызға еріп сарайға кірдім. Сарайда қыз отыр екен. Ол: «Бұл менің сарайым емес, бір таныс кісінің сарайы еді. Мен сізді көргеннен бері түн ұйқымды төртке бөліп, жаны күйген адаммын. Енді жақындасқаннан басқа жол қалмады. Сіз маған келесіз бе, мен сізге барайын ба?» деді. «Менің бұл қалада үйім жоқ, сондықтан сізге келуім жөн. Мен жігіт болған соң, сізге келуім жарасымды да ғой» дедім. «Ендеше намазшам болған соң кешікпей келетін болыңыз. Сізді зарығып күтем» деді қыз. Тұрған жерін сұрап алып, күннің кеш болуын күттім. Сол күнгі күндей ұзақ күн сірәда болмас. Кеш болған соң, есекшілердің бірін шақырып алып, жарты тілда беріп, есегіне міндім. Әрине, ол күнгі киімім өзгеше болды. 1100 теңгелік орамалдың бірін алып, шетіне 50 алтын түйдім. Ол сүйікті жарғалған сауқатым еді. Есекші әкеліп қыздың үйіне түсірді. Қораға кірсем, үйдің ішін кілем жайып, құлпыртып тастапты. Менің жолымды күтіп зарығып қыз отыр екен. Қораның ортасы иісі аңқыған гүл хауыз екен. Соның жағасына кілем төсеп, көрпе жайып безеді. Мен қызды жамбастай келіп отырдым. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада да тоқтады.